Эко-мәдени мектеп жобасы аясында ұйымдастырылған 27 сәуір күні тарих пәні әдістемелік бірлестігінің өлкемнің тұлғалары атты клубы өз жұмысын семинарда көрсетті. Семинардың негізгі мақсаты өлкеде тұратын халыққа танымал болған жерлестеріміздің еңбектері жайлы деректермен таныстыру. Өлкеміздің гүлденуіне үлес қосқан жерлестеріміздің жасаған ісі мен еңбектерін бағалай білуге, табыстары мен жетістіктерін клуб мүшелері өздері дайындаған презентацияларымен көрсетті. 8-ші А сынып оқушы Абдрахим Нурай Қарғалы шыға комбинатының директоры болған Журунов Ануарбек Журуновтың еңбегі мен өмірі жайлы таныстырып өтті. 7-ші Б сынып оқушысы Сотбай Әсемай Қарғалы шыға комбинатының директоры Жомартов Абдразақ Шәушенұлының еңбегі мен өмірі жайлы таныстырып өтті. 11-ші А сынып оқушысы Тоқан Еркебұлан ауылымыздың атақты еңбек ері Тоқситова Күлдария апамыздың еңбегімен таныстырып өтті. Қарғалы шыға комбинатында ұзақ жыл бойы еңбек атқарған Кравчук Регина Тладоровна туралы шөбересі 6-ші Г сынып оқушы Матавилов Владимир еңбек жолымен таныстырып өтті. Ауылының Отан соғысының соңғы ардагері Прокопенко Михаил Алексеевичтің өмір жолымен таныстырған 9-ші Г сынып оқушы Медведева Надежда. Мектебіміздің директоры аты одаққа әйгілі болған Гали Камаловичтің 100 жылдық мерейтойы алдымыздағы ең үлкен іс-шаралардың бірі болып табылады. Табиғат тіршіліктің құт берекесі. Табиғатты қорғау әр адамның міндеті. Сол себепті 5-6 сынып оқушылары табиғатқа өздерінің қамқорлықтарын туған жерге, елге деген сүйіспеншіліктерін білдіру мақсатында жан-жақты таза ұстауға атсалысты. Оқушылар қоршаған ортаға, табиғатқа деген мейірімділіктерін білдірді. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ деген қанатты сөздер бекер айтылмаған. Сол себепті табиғатты таза ұстау, ластамау баршамыздың міндетіміз.